Құрметті достар, күні кеше ғана кездесіп, мен бір халықтық деген партиясының депутаттық сауалын көріп қалдым. Сол сауалда олар жамандап түгін қалтырмай біздің BI Group деген ең үлкен құрылыс компаниясын кәдімгідей сынға алып жатыр. Енді халықтық деген партия ол осыдан тура бір жыл бұрын коммунистік партия деген атау болатынды. Сол сауалды оқып депутаттық мен кәдімгі 37-ші жылға оралғандай болдым. Өйткені біздің бабаларымызды құртқан сол коммунистер. Енді оны былай қойсақ, мен үшін BI Group ол жалпы біздің мемлекетіміздің негізін қалап отырған бір компаниялардың бірі. Бірнеше миллион шаршы метр ғимараттарды, тұрғын үйлерді қалаған компания. Қазірдің өзінде 30 мың адам сол компанияда қызмет жасап, жұмыс істеп, табыс көзін көріп отқан азаматтар. Оны 5-ке көбейтсек, 150 мың қазақстандықтар сол компанияның арқасында күн көріп жүр. Жоққа шығарайық, онда не болады? Ертең біздің жалпы құрылыс саласы, біздің бағаларымыз не болады? Оны ойлайсыздар ма, құрметті? Деп айтқанымен артықтау болар сол халықтық баяғы коммунистік партияның өкілдері. Одан қалды, мен үшін BI Group тек қана құрылыс компаниясы емес, ол жалпы басқа бизнесмендерге дұрыс жол көрсетіп келе жатқан компания. Өйткені, мысалы, аналар үйі деген жоба бар, білесіздер, жалғыз қалған әйелдерге, аяғы ауыр қыздарға паналайтын жер. Жігіттер ұстап кеткен, байлары ұрып-соғып қуып шыққан деген сияқты. Сол аналар үйі деген жобаның арқасында мыңдаған біздің қарындастарымыз, апаларымыз жаңа дем алды. Жаңа нәрестелер де келді. Қазақстан Республикасының азаматтары. Кем дегенде мен ойлаймын бір 30-40 мың балапандарымыз жаңа Қазақстанымыздың азаматтары өмірге келді. Осы шағын жобаның арқасында. Одан қалды, Бурабайда Айқанат деген мектеп-интернат ашты Айдын достарымен. Бұл кәдімгі үлкен, Алматыдағы РФМШ сияқты үлкен интернат. Еліміздің түкпір-түкпірінен жағдайы нашар, жағдайы жоқ жанұялардың суырылып шыққан біздің балапандарымыз. Сол мектептің арқасында ертең біздің кәдімгі Қазақстанның, қазақтардың элитасына келетін азаматтар. Бином деген мектепті, оларда коммунистер сынға алып атқан, ол да менімше жалпы біздің елімізде әр мектеп сол бином сияқты болу керек. Сондықтан аса құрметке лайық емес халықтық партиясының депутаттары. Айналайындар, сендер өздерің осы өмірде не бітірдіңдер? Ауызды толтырып айтарлықтай не жақсылық жасадыңдар сендер осы ел үшін? Сендер баяғы коммунистер. Ең бірінші біреуге ақыл айтудың алдында 37-30 жылдары жасаған сендердің коммунист бабаларыңыздың жасаған қастандығы үшін, қазақ халқына үшін сендер кешірім сұрауларың керек. Міне жуырда бізде 31 мамыр күні саяси құрбандардың еске алу күні болады. Дәл сол күні сендер ескерткіштің қасына барып, тізе бүгіп, айғайлап тұрып кешірім сұрауларың керек бүкіл халықтан. Бүкіл бұрынғы коммунистік жүйенің атынан. Тек қана содан кейін сендер біреуге ақыл айтуға, біреуді жамандауға құқықтарыңыз болады деп ойлаймын. Айналайындар. Ал BI Group'ке Айдынға тиіспеңдер. Ол да біздің қазағымыздың арасынан соғылып шыққан бір азаматтардың бірі.